Саламатсыздар ма, білімді де білікті студенттер. Мен Керімбаев Қанатбек Тастанбекұлы, Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент көлік колледжінде 2010 жылдан бері арнайы пән оқытушысы қызметін атқарып келемін. Оқу орнымыз, яғни Шымкент көлік колледжі Түркістан облысында бірден-бір теміржол саласындағы мамандарды дайындайтын оқу орны. Біздің оқу орнымыздағы барлық зертханалық кабинеттер толықтай заманауи цифрлық өлшегіш құралдармен, зертханалық стендтермен жабдықталған. Енді осы зертханалық стендтермен орындалған тәжірибелік жұмыстарды видео сабағында компьютерлік программалармен орындауды көрсетемін. Видео сабағымыздың мазмұны мынадай. Модульдің атауы кәсіптік модуль электротехника заңдарын қолдану. Кәсіптік модульге кіретін пән электротехника. Сабақтың тақырыбы Electronics, Workbench және MATCAD программаларын пайдаланып тұрақты тоқ тізбектерін есептеу. Сабақтың мақсаты электр тізбектерінің қасиеттері және негіз заңдары, күрделі электр тізбектерін есептеу әдістері мен электрлік өлшеу туралы білімдерін қорытындылай отырып, тұрақты тоқтың тармақталған электр тізбегіндегі тоқтарды компьютерлік программаларды пайдалану арқылы өлшеп есептеуді үйрету. Сабақтың міндеттері: сабақта жаңа педагогикалық және кәсіптік білім берудегі инновациялық технологияларды қолдана отырып, студенттердің білім сапасын арттыру және әрбір студенттің өзінің жеке парақшасына Mail.ru немесе WhatsApp желісі немесе жаңа Smart Nation платформасында осы біз кестелі тапсырманы жіберетін боламыз. Яғни бұл жаңа сабақты бастамас бұрынғы өткен тақырыптарға шолу. Бұл теориялық білімдері міндетті түрде зертханалық тапсырма орындауда қажет болады. Зертханалық жұмысымыздың мақсаты Electronics, Workbench программасын және MATCAD 2000 Professional компьютерлік математика программасын пайдаланып, күрделі электр тізбектердің контурлық тоқтар әдісі арқылы есептеуді үйрету. Яғни жұмыста бізге қажетті құрал жабдықтар мен компьютерлік программалар. Ең біріншіден бізге дербес компьютер қажет және де келесі программалар қажет болады. Яғни ол біздегі ең бірінші компьютерлік программамыз Color Code, яғни барлық электроникалық, радиоэлектроникалық элементтерді кодадан анықтау, яғни нақты мәндерін алу. Ол Electronics Workbench программасы, мінекей, ол мынандай экран, мынандай бейнеде болады. Бұл программа арқылы біздің нұсқасы 25-ші нұсқа, 2-ші сұлба, 1-ші кестедегі 5-ші қатардағы мәндер. Енді бұл жерде электр қозғаушы күштің нақты мәні беріліп тұр, ал бірақта резисторлардың нақты мәні кодталған. Яғни 3 кодты чип резисторлар. Бұл резисторлар нақты мәндерін біз мінекей ескертуде жазып қойғанбыз. Color Code программасы арқылы анықтайтын боламыз. Сіздерге мысал ретінде көрсетейін. Яғни Color Code программасы мінекей мына түрде, экран мына түрде беріледі. Осы жерден сол жақтағы бағанадан біз чип компонентті таңдап аламыз. Себебі біздегі резистор чип резисторлар. Мінекей 3 кодты чип резисторлардың маркировкасын анықтау. Біздегі бірінші резисторымыз, яғни 209 чип резисторымыз, оның нақты мәнін анықтайтын болсақ, 209 санын енгіземіз. Сол кезде бізде нәтижеде нақты мәні шықты. Яғни бірінші резисторымыздың нақты мәні 20 Ом. Осы арқылы қалған барлық нұсқадағы студенттер өз резисторларыңыздың нақты мәндерін алып шығасыздар. Келесі, енді осы зертханалық жұмыстың негізгі тапсырмалары, 2 тапсырма. Бірінші тапсырма жаңағы айтқанымыз Electronics Workbench зертханалық программасын пайдаланып тармақтардағы тоқтардың мәнін анықтаймыз. Және ол мәндерді 2-1 кестеге енгіземіз. Екінші тапсырма ол MATCAD Professional программасын, яғни компьютерлік программасын пайдаланып
контурлық тоқтар әдісі арқылы тоқтардың нақты мәндерін алып, мынау екінші кестеге енгіземіз. Нәтижесінде біздегі екі кестедегі мәндер тең шығу керек. Сол кезде зертханалық жұмыс дұрыс орындалғаны көрінеді. Енді тапсырмаға, бірінші тапсырмаға көшетін болсақ, біздегі бұл Electronics Workbench программасы мінекей пуск мәзіріндегі Electronics Workbench программасын ашып аламыз. Мінекей онандай экраны, негізгі экраны. Бұл жерде біз екінші қатардан қажетті элементтерді аламыз. Базалық элементтер, қоректендіргіш элементтер, диод, жарқылдатқыш элементтер, және де құрал, өлшеуіш құралдарымыз бар, генератор, мультиметр, осциллограф құрылғыларымыз бар. Немесе егер шартты сызбаның шартты белгілерін білетін болсаңыздар, ол тіпті жақсы, өздеріңіз таңдап ала аласыздар. Мінекей бізге ең біріншіден резистор таңдап алайық. Мінекей резистор деп жазып тұр. Резистордың тағы бір екінші бір стандарттағы белгіленуі ара тәрізді. Осы секілді әрбір элементті таңдап алып, бізге қажетті элементті таңдап алып, оларды көлденең күйден жоғарыдағы батырма арқылы вертикалды күйге келтіреміз. Енді масштабын үлкейтейін. Бір-біріне жалғау. Әрбір элементтің бір ұшын келесі элементтің ұшына жалғау әдісі мына көрініспен жүзеге асады. Дәл осы секілді барлық элементтер бір-біріне жалғап шығамыз. Бұның еш қиындығы жоқ. Қарап отырсаңыздар, тінтуір, яғни мышкамен келесі элементке апарып, немесе тармаққа апарып жалғасақ, ол жерде де өзі жалғанып, автомат түрде жалғанады. Бізде енді мінекей 3 тармақтан тұратын екі түйіні бар. Электр сұлбасы жиналды. Енді бұл жердегі жаңа біздегі чип резистордағы нақты мәні 209, яғни ол бізде 20 Ом нәтижені берді. Сол мәндерді қалай енгізетінін көрсетейік. Мінекей ол үшін элементтің үстін 2 рет басамыз. Сол жерде мінекей резистордың параметрлері шығады. Сол жерден мына жерге 20 санын енгіземіз. Ал мына жақта дәрежелік өлшем бірліктер. Бізге қажеттісі Ом, кило деген белгіні алып тастаймыз. Дәл сол секілді басқа да элементтердің, яғни батарея болсын, басқа да элементтердің мәндерін, типтерін таңдап алуға болады. Енді бізге бұл жерде қажеттісі өлшеу құралдары. Сол өлшеу құралын біреуін алып көрсетейін. Мінекей амперметр, яғни біздегі тармақтардағы тоқтарды өлшеу үшін қолданылатын құрал. Өлшеу құрал. Мінекей енді схема сіздер толықтай өздеріңіз мәндеріңіз енгізесіздер нұсқаларыңыз бойынша. Сонымен енді ары қарай әр тармақтағы тоқтарды өлшеу үшін біз сол оң жақтағы жоғарыдағы батырманы басамыз, қосу батырмасын осы біздегі схеманы қосамыз. Мінекей. Яғни тізбекті тоқ жүрді. Яғни бірінші тармақтағы тоқтың мәні мінекей мынандай шамада көрінді. Дәл осы секілді басқа да тармақтардағы тоқтарды анықтап аламыз. Ендігі кезекте осы мәндердің нақты алған мәндерді бірінші кестеге жазып қоясыздар. Енді екінші тапсырма бойынша, екінші тапсырма ол бізде MatCAD Professional программасын жүзеге асады. Ең алдымен бірақта біз сіздер теориялық өткен тақырыптардағы теориялық білімдеріңіз қажет болады. Күрделі электр тізбектерін контур тоқтар әдісі арқылы есептеуді сіздер жүзеге асырасыздар. Яғни мынау екінші сұлба болсын, бірінші сұлба болсын, осы сұлбаға контур тоқтар әдісі арқылы теңдеу құрасыздар, теңдеулер жүйесін. Сол теңдеулер жүйесін біз MatCAD Professional программасын салатын боламыз. Яғни ең алдымен ол жерде мінекей бұл программада мәндерін енгіземіз. Мәндердің астына
қажетті формулаларды жазатын боламыз. Бұл жерде біздегі мәндер екінші 5-ші нұсқадағы E1 электр қозғауыш күшіміз 12 вольт, 8 вольт. Осыны мысал ретінде көрсетейін. Яғни ағылшын тіліне қойып аламыз тілді. Сонымен әрпін жазып, оны калькулятордағы қос нүкте және теңдігін аламыз. Яғни бізде ол жерде мысалға 12 вольт сіздерге анықтау үшін бұл жерде масштабын үлкейтуге болады. Мінекей 12 вольт. Келесі R1 бірінші резистор бізде қанша еді? 20 Ом. Бәрі осы секілді барлық мәндерді енгізіп шығасыздар. Және де жаңағы контрол тоқтар әдісі арқылы теңдеулер жүйесін енгізіп, оны осы MATCAD Professional программасына жазамыз. Міне көріп тұрғандарыңызда біз барлығын енгізіп, жаңа теңдеулер жүйесінің матрицалық әдіспен есептеп, контрол тоқтар әдісіндегі тоқтарды алдық, контрол тоқтарды, және де контрол тоқтар арқылы мінекей нақты мәндерін есептеп шығардық. Яғни бұның барлығын формула берілген мәндерін жазамыз бұл программада, және де формула жазамыз. Сол формула автомат түрде бізге нақты мәндерін шығарып беріп отырады. Яғни қандай күрделілігіне қарамай. Енді тапсырма түсінікті деп ойлаймын. Сіздерге енді электрондық ресурстарды таныстырып өтсем. Енді жаңа айтып өттік қой, біздегі қазір таңдағы осы техникалық кәсіптік білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруда барлық оқу құралдарын, бағдарламаларды жүзеге асыратын осы кәсіпқор холдинг компаниясы. Осы жерде оның ресми сайты бар, kasipkor.kz. Бұның барлығын сілтемелерін сіздерге беретін боламын. Осы жерден ең басты беттен содержание образования, соның ішінен учебная литература таңдаймыз. Ол жерде бізде мінекей мынандай мәліметтер шығады. Осы жерден өзімізге қажетті әдебиеттерді әрқайсысын ашып, қажетті материалдарды оқу құралдарынан алуымызға болады. Мысал көрсетейік, Академия медиа оқу баспа орталығының әдебиеттерін. Осының ішінде бізге қажетті электротехника кітабын алайық. Мінекей электротехника оқулық, авторы Бутырин. Оны, яғни оң жақтағы жүктеу батырмасын бассаңыздар, оқу әдебиеті қолжетімді болып жүктеледі. Мінекей, яғни жүктеу батырмасын басамыз. Осы оқу құралы сіздің, яғни әрбір студенттің электрондық әдебиетін толықтырады. Мінекей, осы әдебиеттерді қарайтын болсақ, осы әдебиеттердегі теориялық, мінекей, қарап отырсаңыздар, энергия қабылдау, тізбектей жалғау, аралас жалғау, яғни барлық теориялық мәліметтер осы әдебиеттерде қамтылған. Осы әдебиеттерді пайдалану арқылы сіздерге берілетін тапсырмаларды мүлтіксіз орындауға жол ашады. Ендігі кезекте сіздерге үй тапсырмасы, барлық зертханалық тапсырманы орындап болған соң, үй тапсырмасы міндетті түрде орындап жібереміз. Яғни ол жерде жаңағы айтылған 3 Coherent Code, Electronics Workbench және MATCAD программаларын пайдаланып, осы тапсырмаларды орындаймыз. Барлығы сол программаларда орындалатын тапсырмалар. Енді сіздерге осы видео сабағының барысында қажетті сілтемелерді ұсынамын. Ең бірінші сілтемеміз, ол жаңа айтып өткен Kasipkor холдингінің оқу құралдары сілтемесі. Осы сілтеме арқылы сіздер тікелей оқу құралдарына түсе аласыздар. Және де екінші, үшінші, төртінші сілтемелер бұлар сіздерге жаңағы аталған осы зертханалық жұмыста қолданылатын программаларды өздеріңізге жүктеп аласыздар. Яғни облако mail.ru
сайтынан